Сәлем достар, бүгін сіздерге сиырдың аяғынан, яғни холодец жасап көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады. Мен ең алдымен 4 аяқты бірден 20 литрлік кастрюльге толтырып су құйып, оның қайнатып, бетіндегі көбіктерін алып алдым. Сосын шамалы 10 минут қайнатып, оның үстіне туралған пиязды, сосын сәбізді, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, әрине укроп, сосын чеснокты салып, жақсылап қайнатсаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, сосын 5 сағаттай, 6 сағаттай жақсылап қайнататын боламыз. Міне осындай қайнап шығады. Біздің суымыз азайып, осылай азғантай болып қалады. Сосын ішіндегі аяқтарын, ішіндегі сәбіздерін барлығы ішінде қалады. Аяқтарын алып, біз сыртындағы еттерін турап, ішіне қайтадан холодецтің ішіне салып қатырсаңыздар болады. Біздің еттеріміз өте жұмсақ және үлпілдек болып тұрады. Өте дәмді болып шығады. Міне еттеріміздің барлығын сақтап турап болған соң, қайтадан сорпамызға құятын боламыз. Сосын оны араластырып, ыдыстарымызға суымай жатып, ыстық күйінде тез-тез құйып алғанымыз жақсы. Міне барлық ыдыстарға осылай бөліп құйып тастадым. Енді оның үстіне әсемдік үшін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай укропты турап, бетіне сеуіп қойсаңыздар, өте әдемі көрінетін болады. Біздің сорпаларымыз суып болған соң, оны тоңазытқышқа салып қатыратын боламыз. Осылай біздің холодецтеріміз дайын болады.